алғашқы номинацияның иегерлері. Ал енді келесі аталым өте ерекше, жылдың үздік шайы деп аталады. Көк шай, қара шай. Жоқ. Сүтпен сүтсіз. Жоқ. Қантпен қантсыз. Шайнекпен бокалмен. Олан секілді түсінбей отырған көрермендерге айтарымыз. Жайдарманда ерекше терминология бар. Шай сөзі, енді түрлі жағдайлар болады ғой. Сахнада қобалжып, сөздерін ұмытып, бір жағдайдың орнына екінші жайтты жасап қалған кезді, сәтті шай деп атаймыз. Қысқаша айтқан кезде сахнада тұрып шайып кеткен командаларды марапаттаймыз. Иә, бұл енді әзіл номинация, сонымен үміткерлерді білу үшін достар экранға назар аударайық. Жылдың үздік шайы Ару KZ, Арқалық қаласы. Жоқ, қазірден бастап тізерлесіңдер, ертең мен бір бала туып берсем, еңбек кетеді, жасындар. Ату құрамасы Алматы қаласы. Сөз соңында қазақтың нанын жемеген, нанын да жемесін. Жалпы Бүгін KZ, Шымкент қаласы. Алға қойған мақсатымызға жету үшін келдік. Біздің мақсат чемпион болу емес. Чемпион болсаң қойып кетесің ойын. Біз осы ойнап жүре беруіміз керек көрермендер үшін. Әйтеуір ұйқастырдық. Зертастың сөзін мына залда түсінген жоқ. Қымбатты көрермендерім, жылдың ең үздік шайы. Марапаттайтын кім деп ойлайсыздар? Марапаттайтын адамды шақырайық ортаға. Марапаттайтын адамда осы номинация лайық болып тұрған секілді. Ол да соған лайық. Жоғары лига ойындарының 2 дүркін финалисті, Грант Жайдарман тобының мүшесі Елжан Халилулин. Қошеметтеріңіз! Қайдасың, Еля? Ал, шай. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Оңай болған жоқ. Кез келген топ лайық. Өзіміз аламыз ба деп шештік. Омен өзіміз ұйымдастырып, өзіміз алып кеткен бір түрлі болар. Ендеше үздік шай. Шай. Болын шай мей. Білдім. Кім? Осылар болатын білдім мен. Осылар болмағанда айқай шығаратын. Мен де білдім. Осау деп ойлап ем өз. Кім деп ойлайсыздар? Үздік шай ату құрамасы. Ату құрамасы. Үздік шай. Атудан ғани. Рахмет. Рахмет. Енді бұл жерде жалпы команда емес, енді бір адамды айтқан дұрыс шығар, енді сөздің иесі өзде шығып тұр. Ғани деп ойлаймын міне. Ғани, бірау сөз. Қалай жеттіңіз бұған? Көп еңбек еттік қой. Телефонда алайық, историяға салайық деп алып алсақ жайлап. Шай батыр. Кет. Сонымен, баба? Атанама алғыз айтамын бірінші кезекте. Бұл алғашқысы емес деп ойлаймын. Әлі талай шайға уәде беремін. Рахмет. Рахмет, қошеметтеріңіз. Ғани және Елжанға алғысымыз білдіреміз. Рахмет, шынында да қымбатты достар, жайдарманшылар, енді бұл әзіл номинация, еш ренжудің қажет жоқ, ондай енді расымен бізде де болып тұрады. Менде де болған ондай бір рет. Қош? 2016 жылы 1-4 ойын байдың балдарымен жаңа шығып сәлемдесу коды айт болғаннан кейін бәріміз бірдей билеп тастаймыз. Билеп болғаннан кейін мен ортаға тұрып, бізде билей алады екенбіз ғой деген сөзді былай айтып жібергенмін ғой мен. Бізде билей адамыз ғой. Рахмет, оңға бір қошеметтеріңіз.